Сәлем, жан досым. Өткен бөлім қызық болды ма? Енді нағыз шытырман оқиға басталады. Бұл ана туралы хикаяның екінші бөлімі. Арнаға жазыл, біз тек басын ғана көрдік. Жоғалған күнделік және ескі жау күндердің бір күні үйге белгісіз ер адам келді. Өзін Сапар деп таныстырды. Мен сенің әкеңмін деді ол. Бүкіл жан дүнием дүр сілкінді. Анам үнсіз қалды. Тек көзінен жас тамып тұрды. Сол сәтте мен күнделікті қайта оқыдым. Онда былай жазылыпты. Мен оның кететінін білдім. Бірақ мен оны сүйдім. Ол менің баламның әкесі болса да, өміріме у беріп кетті. Бұл құпия балама ауыр боларын білем. Мен бір-біріне қарама-қайшы екі сезімде қалдым. Әкемді тануға деген аңсар мен анама деген адалдық. Сапар бізді ауылдан алып кеткісі келді. Бірақ анам бас тартты. Мен баламды ешкімге бермеймін деді. Бұл сенің шешімің емес деді Сапар. Кешкісін біз жоқта үйге біреу кіріп, жәшікті ұрлап кетті. Жәшік енді жоқ. Бірақ шындық енді қозғалды. Арнаға жазыл соңғы бөлімде біз бұл құпияның түбіне жетеміз. Алда таңқаларлық шындық пен шешім тұр.